бірақ жастардың өзі бойынан кем табылып жатқан дүние мынау ұят, иба, арылық деген нәрсе. Пайғамбар алейхиссалату вассалам мына бір хадисі бар. Бір жамандықты көрсеңіз, қолыңызбен тоқтатыңыз дейді. Шамаңыз келмейтініне көзіңіз жетіп тұрса, онда тілмен, оған да шамаң келмейтініне көзің жетіп тұрса, онда жүрекпен дейді. Осы хадисті мен үнемі бүгінгі таңда мынау жастардың арсыздығын көрген кезде сол хадис есіме түседі. Көшеде кетіп бара жатсаң, мысалы біздің кезімізде тіпті мектеп мұғалімінен қатты ұялатынбыз көшеде. Мектеп мұғалімінен қатты ұялып, мұғалім келе жатса тіпті жеп жатқан нәрсені де артымызға тығып тұрып, өтіп кеткеннен кейін бар. Бүгінгі таңда үлкен қария, абыз ақсақалдар келіп жатса да, жастар енді баршаға бірдей топырақ шашпайсың, бірақ жаңағы ұялмай қол ұстасып немесе құшақтасып жолда тұра береді. Сол кезде жаңағы хадис есіме келеді. Барып, соларға мынауың дұрыс емес деп қол бұлай тұрсын. Тілмен айтатын болсаң да, ол сен кімсің маған ақыл айтатындай деген секілді жауап қайтаратында көзің жетіп тұрады. Амал жоқ, жүрегіңмен жаңағы осы дұрыс емес қой. Осында үйде әке-шешесі отыр ғой. Қызым жаңағы сабаққа кетті немесе балам оқуында жүр деген секілді оймен, жүрекпен жек көріп өтіп кетесің. Яғни айтқым келіп отқан сол жастардағы көбіне бүгінгі таңдағы сол арсыздық. Мысалы, дінсіз қоғам еді дейміз ау, кеше кеңестік кезеңде де, бірақ ар ұят деген нәрсе ол бөлек екен. Мынау ұят. Бұл адамның бойындағы бір құндық қасиеттердің бірі. Тіпті білімнің өзі ұятты алып келе алмайды екен адамға. Ол Аллах Тағаланың жаңағы туап біткен мінез біріншіден, екіншіден әке-шешесінің оған беретін сол тәлім тәрбиесі ұят болады. Біздегі қазақта ұят болады деген институт өте мықты негіз. Ол тек қана жастарда емес, әрбір істе де ұят болады, мынаны істеме деп бір-ақ ауыз сөзбен тоқтатады болды. Оны ар жағында харам ба, мәкрух па деп жаңағы шариғи тұрғыдан миын ашып жатпайды, ұят болады дейді, болды, сол сөзбен ақ тоқтата қояды. Сол ұят деген нәрсені, ар деген нәрсені қатты қолға алу керек.